Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрауларына жауап ретінде хабарлаймыз. Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратураның үйлестіруімен Атырау облысында ауқымды жедел тергеу іс-шараларын жүргізуде. Атап айтқанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражатты заңсыз шешіп алуға жәрдем көрсеткен 5 қылмыстық топтың әрекеті әшкерленді. Ол үшін ұйымдастырушылар жалған құжаттарды рәсімдеу арқылы елдің әр өңірінде орналасқандай етіп 30-дан астам стоматологиялық клиникаларды пайдаланған. Шын мәнінде бұл медицина ұйымдары тек қағаз жүзінде болған, халыққа ешқандай қызмет көрсетпеген. Олардың ғимараттары да, жабдықтары да білікті қызметкерлерде болмаған. Клиникалардың басшылары мен құрылтайшыларының медициналық білімі де жоқ. Жалған медициналық құжаттарды рәсімдеген үшін күдіктілер азаматтардың алған қаражатынан 10%-дан 20%-ға дейін заңсыз сыйақы ұстап отырған. Жиналған қаржыны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін қылмыстық топтар 226 дроперді пайдаланған. Жалпы 200 миллиард теңгеден астам қаржы айналымнан шығарылған. Зейнетақы салымшыларының ақшасына күдіктілер 600 миллион теңгеден асатын 15 қымбат автокөлік сатып алған, сондай-ақ зергерлік бұйымдар, коммерциялық нысандар, пәтерлер және жер телімдерін сатып алған. Қылмыстық жолмен алынған мүлікті іздестіру жалғасуда. Қазіргі уақытта 59 тінту жұмысы жүргізілді. 10 адамға қатысты бұлтартпау шарасы қолданылады. Сонымен бірге хабарлаймыз, тергеу барысында тек зейнетақы активтерін заңсыз шығару схемасын ұйымдастырушыларының әрекеттеріне құқықтық баға беріледі. Өзінің жинақтаған зейнетақы қаражатын алған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Сондай-ақ ұсталғандардың қорғану құқығы бұзылып жатыр деген мәліметтер шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Барлық процессуалдық әрекеттер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілуде. Әр күдіктінің адвокаттармен байланысы шектелмеген. Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлерінің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда адвокаттар мен күдіктілер сотқа немесе прокуратура органдарына шағымдана алады. Осыған байланысты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін тексерілмеген деректерді жариялаудан бас тартып, тек ресми ақпаратқа сүйенуге шақырамыз.